Саламатсыздар. Мен Иван Панфилов атындағы номер 39 мектеп гимназиясы информатика мұғалімі Тихнелева Гүлжанат Кеңесбайқызы. Бүгінгі сабағым 27-28 параграф машиналық оқыту принциптері. Бүгінгі сабағымның мақсаты 13.1.1 машиналық оқыту принциптерін нейрондық желілерді түсіндіру. Яғни машиналық оқыту дегеніміз не? Машиналық оқыту бұл жасанды интеллекттің бір тармағы. Машиналық оқыту принципі машиналар арқылы алынған деректер негізінде машиналарды оқытудан тұрады. Машиналық оқыту жүйесі ауқымды деректер жинағында оқыту кезінде алған білімдерін қолдануға мүмкіндік береді. Машиналық оқыту адамдарды дыбысты нысандарды тану, аударма және тағы басқа сияқты міндеттерді шешуге көмектеседі. Машиналық оқыту жүйеге үлгілерді өз бетінше танып білуге және болжам жасауға мүмкіндік береді. Жасанды интеллект және нейронды желілер қазіргі уақытта өте өзекті. Жасанды нейрондар желі бұл күрделі деректерді талдайтын, адаммен имитациялайтын және ақпараттық және программалық тұрғыдан іске асыруға қабілетті математикалық модель. Жасанды нейронды желі адам миының синапстарының жұмыс істеуінің принциптерін оқыту моделінің түріне жатқызуға болады. Жасанды нейронды желі деректерді өңдеуге арналған түйіндер, яғни нейрондар мен синапстарының аналогты желісінен тұрады. Биологиялық нейрон бұл басқа нейрондармен қолжетімді байланыс арқылы барлық нейронды желі бойынша электрохимиялық импульсты беру негізгі міндеттерінің бірі болатын арнайы жасаушы. Нейронды желі бұл адам миының әрекеті принципіне негізделген, бірақ оның аналогы болмайтын программа. Нейронды желі нейрондар байланысынан тұрады. Оларды әрқайсысы ақпаратты қабылдап, оны өңдеп келесі нейронға береді. Әрбір нейрон сигналды бірдей өңдейді. Синапстар нейрондарды бір-бірімен байланыстырады. Бір нейрон бірнеше синапстан тұруы мүмкін. Оларды сигналды күшейтіп немесе бәсеңдетіп тұрады. Оның ішіне де синапстар белгілі бір уақыт аралығында өз сипаттамаларын өзгерте алатын қасиеттерге ие. Синапстың дұрыс таратылған параметріне кіріс ақпаратты өңдеу арқылы шығысында дұрыс нәтиже алуға себепші болады. Нейронды желі бұл бір-бірімен синапстар арқылы біріктірілген нейрондар белгілі бір тізбегі. Синапс нейрондар арасындағы байланыс олардың әрқайсының өзі кіріс салмағының дәрежесіне ие. Нейронды желінің жұмыс істеу принципі олардың түрлеріне байланысты. Бірінші түрі ол бір қабатты нейронды желі. Нейрондар байланысын бұл құрылымында кіріс ақпаратты бірінші нейронды қабатынан кейін бірден ақырғы нәтиже шығаратын қабатқа беріледі. Екінші көп қабатты нейронды желі. Аты айтып тұрғандай, нейрондар желінің бұл түрі кіріс және шығыс қабаттарынан бөлек аралық қабаттардан тұрады. Қабаттар саны желінің күрделілігіне деңгейіне тәуелді. Көп жағдайда бұл биологиялық нейронды желі құрылымына ұқсайды. Синапстар бойынша бір нейроннан келесіне ақпарат тасымалдау бағытына қарай нейронды желі екі топқа бөлінеді. Бірінші тікелей тасымалдайтын немесе бір бағытты желі. Бұл құрылым бойынша сигнал тек қана кіріс қабаттан шығыс қабатқа қарай қозғалады. Сигналдың қозғалысы кері бағытта жүруі мүмкін емес. Мұндай нейронды желілер кең тараған және қазіргі уақытта тану, болжам жасау секілді міндеттерді шешу сәтті қолданысқа ие. Екінші, кері байланысы бар немесе рекуррентті желілер. Мұндай құрылымдағы желілер сигналды тік бір бағытта ғана емес, сонымен қатар кері бағытта да қозғалуына мүмкіндік береді. Нейронды желіні құрайтын нейрондар типіне қарай екіге бөлуге болады. Бір типті және гибридті деп.
Машиналық оқыту міндеттерін екі түрге бөліп көрсетуге болады. Оқытушы мен оқыту, supervised learning, екінші оқушысыз оқыту, unsupervised learning. Енді бүгінгі тақырыбымызға байланысты видео материалдарды көрейік. Бәріңе сәлем, менің есімім Марғұлан. Бастамас бұрын жасанды интеллект дегеніміз не екендігін түсініп алайық. Жасанды интеллект сөзін көбіміз естіген кезде өз ойы, ақыл, сана сезімі бар адам тәріздес роботты елестетеміз. Бірақ қазіргі уақытта жасанды интеллект деп өздігінен үйрену функциясы бар адамның миындағы нейрондық тәріздес нейрондық желі арқылы жұмыс істейтін компьютерлік бағдарламаларды айтамыз. Олар үлкен мәліметтерді алып анализ жасайды. Олардың ішінен жүйеліктерді орысша айтқанда закономерность тауып қорытындылайды. Және компьютерлік бағдарлама өзінің алгоритм және кодын өзі жетілдіреді. Ал қарапайым біз күнделікті қолданып жүрген компьютерлік бағдарламалардың қолынан ондай нәрсе келмейді негізінде. Олар тек қана алдын ала программистер жазып қойған кодқа және алгоритмға сәйкес жұмыс істейді. Ал жалпы жасанды интеллекттің толықтай жұмысын көру үшін сіздер келесі видеоға назар аударыңыздар. Бұл Arkanoid деген ойын. DeepMind компаниясы бұл ойынға нейрондық желі негізінде жұмыс істейтін жасанды интеллектті қосып қойды. Маңыз айта кететін жайт, бұл ойын туралы осы жасанды интеллект бұған дейін ешнәрсе білген емес. Оның бар білетіні тек қана платформаны ары-бері жылжытып, шариктер соқса, сол арқылы ұпай жинау керек екендігін. Енді бұдан не шыққандығын көрейік. Басында жасанды интеллект бұл ойында ешқашан ойнап көрмеген кішкентай бала сияқты әрекет етеді. Ол еш нәрсені түсініп жатқан жоқ, бірақ шарикті соғып, онымен кірпіштер сындырса, ұпайлар жиналатынын байқады. Енді жасанды интеллект барынша көбірек шарикті соғуға тырысып жатыр, бірақ бұл ылғи да қолынан келе бермейді. Арада 2 сағат өтті. Енді жаңағы жасанды интеллектіміз кішкентай бала сияқты басында әрекет етті. Бірақ 2 сағаттан кейін ол қазір бізде кәсіпқой ойыншы сияқты ойнай бастады. Яғни ол шариктерді соғып, сол арқылы ұпайлар жинау керек екендігін түсінді. Арада 4 сағат өткеннен кейін жаңағы жасанды интеллектіміз бізде тесік бар екендігін және де ол арқылы дем деген кезде көп ұпайлар жинау керек екендігін түсінді. Бар істеу керек нәрсе енді ол кірпіштерден туннель жасап, шарикті арғы жаққа лақтырып жіберу. Жасанды интеллекттің 2D ойындарында осындай мүмкіндіктерін байқаған Google компаниясы DeepMind стартапын $500 миллион сатып алды. Нәрселер жасанды интеллекттің аз ғана бөлшегі болып табылады деп айтсам болады. Жасанды интеллекттің көмегімен қазіргі кезде медицина саласы, банк секторлары және де өнеркәсіп өте қарқынды даму үстінде. Егер сіз қазірден бастап жасанды интеллектті әдемілеп үйреніп шығатын болсаңыз, онда сіз болашақта әбден сұранысқа ие маман болатын боласыз. Жасанды интеллекттің өздігінен үйрену функциясы бар болғанымен, ол бізде тек қана бір салада жұмыс жасай алады. Яғни, суретте не бейнеленгенін көрсете алатын жасанды интеллект қанша мықты болғанымен, ол бізде видео монтаждауды, сурет салуды, мәтін жазуды, тағы да басқа нәрселерді параллельно меңгере алмайды. Сондықтан да болашақта егер де 40 жылдан кейін пайда болып жатса, ғалымдардың болжамы бойынша, онда ол жасанды интеллектіміз бізде адамның миынан әлде қайда жақсы жұмыс істейтін болады. Яғни барлық нәрсені үйрене алады деп айтсам болады. Сол кезде менің жасым шамамен 61 деп болады, примерно. Менің орнында осы жерде сіздерге жасанды интеллект тұруы әбден мүмкін. Сондықтан да бүгінгі видео сіздерге ұнаса, онда міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, каналымызға жазылып, тіркеліңіздер. Осымен сіздермен бірге Марғұлан. Ал сәттілік. Енді балалар дәптерлерімізді ашамыз, қалам сатымызды алып, тапсырма орындайық. Яғни, бірінші тапсырма нейронды желілер түрлері. Яғни, алдарыңызда көріп тұрған сызбаға, сұлбаның ішіне нейронды желінің түрлерін жазып шығамыз. Екінші тапсырма. Дәптерге орындалады, сөз жұмбақты шешу. 6 сұрақ беріледі. 6 сұрақ реттік бойынша мына сұлбаның ішіне жазылады. Бірінші сұрақ нейрондар арасындағы байланыс. Екінші нейронды желі құрайтын нейрондар типі. Үшінші бір-бірімен сынаптар арқылы біріктірілген нейрондардың белгілі бір тізбегі қандай желі деп аталады. Әрбір желі нейрондардың бірінші қабатынан тұрады. Ол қандай қабат? Оқыту кезінде бізде бір нәрсе болжай алатын, қандай да бір шешім шығаруға көмектесетін мәлімет болады. Нейронды желі. Яғни осы тапсырмаларды балалар дәптерімізге орындаймыз. Үй тапсырмасы. Параграф 27-28. Машиналық оқыту принциптері. Және 3 сұрақ. Машиналық оқытудың басты идеясы неде? Нейронды желі түрлері неліктен адам миына ұқсайды?
нейронды желілердің жұмыс істеу принциптері неліктен олардың түрлеріне байланысты? Осы сұрақты талқылап келіңіздер. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды.